Саламатсыздарма, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісімізде біз биогаз қондырғыларының құрылымын, жұмыс жасау принципін және энергияны пайдалану тәсілдері сұрақтарын қарастырамыз. Биогаз станциясы шикізатты дайындауға, биогазды және тыңайтқыштарды өндіруге, биогазды тазартуға және сақтауға, электр және жылу энергиясын өндіруге арналған құрылғылардан тұратын инженерлік құрылыстар кешені. Биогаз станциясында органикалық қалдықтарды қайта өңдеу кезінде энергоресурстардың бірнеше түрін алуға болады. Электр энергиясын, жылу энергиясын, газды, жанармайды, жоғары сапалы тыңайтқыштарды алуға болады. Қазіргі биогазды анаэробты қондырғылар төмендегідей негізгі жүйелерден тұрады. Біріншіден, бұл шикізатты реакторға дайындау және беру жүйелерінен. Тұрақты температураны ұстап тұру жүйесінен және басқа да жинақтаушы құрылғылары бар биореактордан, метантенктен. Биогазды сақтау қондырғысынан, яғни газгольдерден және пайдалану жүйелерінен. Шламды түсіру және тасымалдау жүйелерінен. Биогаз зауытының өндіріс процесі 4 негізгі сатыдан тұрады. Бүгінгі таңда заманауи биогаз станцияларын салу және оларды одан әрі тиімді пайдалану үшін технологиялық шешімдердің кең спектрі бар. Бірінші саты бұл субстратты басқару. Биогаз өндірісі биогаз станциясының қабылдаушы резервуарында субстратты сақтаудан және алдын ала дайындаудан басталады. Ашытылған субстраттың түріне және ашыту әдісіне, мысалы ылғалды немесе құрғақ ашытуға байланысты, биогаз станциясының қабылдаушы резервуары дайындық жұмыстарын жүргізеді. Қабылдау резервуарында субстрат ұсақталады және гомогенизацияланады, яғни микроорганизмдерді қоректендіруге мүмкіндік жасалады. Гомогенизация бұл біркелкі консистенция қоспасын алу үшін әртүрлі заттарды араластыру процесі. Метаногенез, метан биосинтезі, анаэробты архейлердің метан түзу процесі, яғни биомассамен қоректенетін пайдалы бактериялардың тіршілік әрекетінің өнімі биогаз түзіледі. Екінші саты бұл биогазды өндіру. Биогаз қондырғысының жүрегі болып табылатын биореакторда, метантенкте пайда болады. Биореакторда биомассамен қоректенетін пайдалы бактериялар тұрады. Биореактордың қызметі өте қарапайым. Субстраттың немесе субстрат қоспасының микроорганизмдермен физикалық өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді. Биогаз өндірісі төмендегі шарттар міндетті түрде орындалғанда жүзеге асырылады. Метантенк газ және су өткізбеуі, сондай-ақ барынша мөлдір болмауы тиіс. Араластырғыш құрылғы, миксерлер субстраттарды араластырудың қажетті дәрежесін қамтамасыз етіп, олардың айналу жылдамдығы микроорганизмдердің тіршілік әрекетіне зиян келтірмеуі тиіс. Метаногенез процесінің температурасы тұрақты болып, жылыту жүйесімен қамтамасыз етілуі керек. Жылуды оқшаулау, жылу шығындарының алдын алу тиімді болуы керек. Үшінші саты бұл дигестатты сақтау. Ашыту кезінде биологиялық ыдырайтын шикізаттың анаэробты ыдырауынан қалған органикалық қалдықтар дигестатқа, яғни жоғары сапалы органикалық тыңайтқыштарға айналады. Дигестат жабық немесе ашық түрдегі қоймаларда,
резервуарларда жинақталып 8-9 ай мерзімге дейін уақытша сақталады. Төртінші саты бұл биогазды электр және жылу энергиясына түрлендіру. Ашыту процестері неғұрлым жақсы жүргізілсе, биогаз қондырғысында газдың шығуы соғұрлым жақсы болады. Бұл газды когенерациялық модульдерде, яғни мини жылу электр орталықтарында отын ретінде жағу арқылы электр және жылу энергиясын алуға мүмкіндік береді. Биогаз қондырғыларының қолданылатын аумағы. Бұл ауыл шаруашылығы және мал шаруашылығында. Ірі қара мал фермалары мен құс фабрикаларының қалдықтарын, яғни қиды, көңді қайта өңдеу үшін. Энергетика саласында электр энергиясын, жылу энергиясын өндіруге және автокөліктер отынын өндіруге биогаз алу үшін. Агроөнеркәсіптік кешендерде сүрлем, қант қызылшасы, барда, целлюлоза және басқа да өсімдік қалдықтарын кәдеге жарату үшін. Тамақ өнеркәсібінде ет комбинаттарының, спирт және қант зауыттарының органикалық қалдықтарын қайта өңдеу үшін. Экология және коммуналдық шаруашылықта ағынды суларды тазарту, органикалық қалдықтарды жою, атмосфераға метан шығарындыларын азайту үшін. Тыңайтқыштар өндірісінде тұқымдары алынып тасталған арам шөптер мен патогендердің органикалық тыңайтқышы болып табылатын дигестат алу үшін. Міне, біз бүгінгі дәрісімізде биогаз қондырғыларының қандай элементтерден тұратынын, қалай жұмыс жасайтынын және олардың қолданылатын аумағын қарастырдық. Келесі дәрісіміз биогаз энергетикасының экологиялық және экономикалық аспектілері сұрақтарына арналады. Назарларыңызға рахмет.